Жүйке жүйесінің әрбір бөлігі белгілі бір қатаң міндеттерді орындайды. Ми басқару орталығы ретінде қызмет атқарады. Яғни барлық ішкі мүшелердің жұмысы туралы ақпарат оған беріледі. Сондай-ақ, ми келесі 5 сезім: көру, есту, дәм сезу, иіс сезу және түйсіну сезімдері арқылы қоршаған ортадан түсетін ақпаратты қабылдайды. Алынған мәліметтер негізінде ми шешім қабылдап, жүйке бұлшықеттер арқылы әмірлерін жібереді. Осылай, ми шешімдерді қабылдайды. Ақпарат жүйке арқылы бұлшықеттерге беріледі, ал бұлшықеттер мидан алынған әмірді орындайды. Ми біздің еркімізге бағынатын және бағынбайтын іс-әрекеттерді басқарады. Еркімізге бағынатын әрекеттер дененің басқа мүшелерімен және ой үдерісімен байланысты ойластырылған қимылдар. Дегенмен, ми басқаратын кейбір үдерістер сананың қатысуынсыз орындалады, немесе орындау кезінде біз ол туралы ойламаймыз. Олардың кейбір түрлері жүрек және ас қорыту қызметтері болып табылады. Біз кейбір іс-қимылдарды өте жылдам және еркімізден тыс автоматты түрде орындаймыз. Біздің өміріміз осыған жиі байланысты болып келеді. Ыстыққа тигенде қолды тартып алу, қауіптілік жағдайында көзді жұму сияқты рефлекстер біздің қауіпсіздігіміз үшін өте маңызды. Бұл рефлекстер сигналға жылдам жауап қайтарумен сипатталады. Себебі, қимыл туралы шешім қабылдауда жұлын миды алмастырады. Осылайша, ақпараттық жол жүйке арқылы қысқарады.